Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Амангелді Батырбеков, С-Информ, республикалық ақпараттық басылым редакторы. Осыдан жарты жыл бұрын 2024 жылдың 22 қараша күні Facebook әлеуметтік желісінде мефедронның соңына шырақ алып түскен прокурор атты анонс пост жариялап, толық нұсқасы эксклюзивті сұхбат С-Информда жарияланады деп хабарлаған. Соның сәті бүгін түсіп тұр екен. Осы сұхбатты бірге ұйымдастырып отырған әріптесіміз Хан ТВ телеарнасына алғысымыз шексіз. Бүгін бізге Шымкент қаласының прокуроры, бірінші сыныпты әділет кеңесшісі генерал Ғабит Қасымбекұлы Мұханов мырза келіп отыр. Ғабит мырза қазіргі таңда өте өткір тұрған осы мәселеге қатысты бірінші сұхбатты өзіңе берем деген сөзіңізде тұрғаныңызға ризашылығымды білдіремін. Мынау біздің сұхбатымыз еркін форматта болуын дұрыс деп тауып, жаңағы генералдық форма кимей осылай өткізуді дұрыс деп тапты. Сіз қалай қарайсыз осыған? Алдында сіз екеуміз келіскендей, уәделескендей, мен жаңағы қызметкер тұлға ретінде емес, осы жанашыр елдің азаматы ретінде, мына ішкі дүние қалай болып жатқанын білетін адам ретінде келіп сұхбаттасқанымыз қызық болады дегеннен кейін, біз бүгінгі таңда ашық түрде жай қарапайым тілмен, заңға сүйенбей өз сөзімізбен түсіндіруге келісім беріп, сол халыққа бұның зияндығын түсіндіру үшін шешім қабылдап келіп отыр. Өте әдемі. Ғабеке, мынау бүгінгі көтерілейін деп тұрған мәселе, өзіңіз білесіз, қазіргі таңда өте өткір тұрған, мынау жастар меф деп атап кеткен өте қауіпті, мынау жаңағы бар жоғы 4-ақ рет қолданғанда тәуелдігінен құтыла алмай қалатын мефедрон есірткісіне байланысты. Осы туралы сіз не дейсіз? Бұл жалғыз Қазақстанда емес, әлемге қауіпті бар, өте бір қажеті жоқ дүние деп айтуға болады. Себебі бұл жерде тек қана Қазақстанда емес, бүткіл әлем болып күресіп жатқан жайлы менде толық ақпарат бар. Ол жайлы мен қазір өзім сұхбатымда қосымша айтып кетемін. Ал енді мына біздің Қазақстанда бұл соңғы 3-4 жылда өте қатты кеңінен тарап жатыр. Бұл жерде енді құқық қорғау органдары бұмен күресіп жатыр, бірақ сол күрестің өзі тек қана құқық қорғаудың міндеті емес, бүткіл халық болып жұмылып, тәрбиелік маңызды жұмыстар жүргізіп, өзіміз шектеу қойып, дұрыс тәрбиеден бастамасақ, бұны тоқтату өте қиын. Осы меф туралы алдында естігенімізде, бұған дейін біздің осы оңтүстік өңірде, басқа жағынан білмеймін, басқа жақта сондай шығар, оңтүстік өңірде кең таралған героин еді. Қазір сол героиннің орнын осы жаңағы мефедрон басып жатыр. Мефедрон. Осы айырмашылығы неде осылардың? Енді бұлай қарасаңыз, дүкенге барсаңыз, органик деп бөлінеді. Органик деген ол оригинал деген сөз, оригинал сөзі шынайы өспеден шыққан өсімдік. Және қолдан жасанды өсімдік. Сонда органиктің бағасы басқа, жаңағы қолдан жасалған химикат қосылған тағамның бағасы басқа. Ол сәл арзанда болады. Сонда бұлай қарап тұрсаңыз, героин ол жаңағы оны плантация өсіру керек, өсіргеннен кейін оны өңдеу керек, өңдегеннен кейін ол енді заңмен заңсыз дүние болғаннан кейін тығылып жасау керек. Тығылып жасау үшін поляда егінді егу керек, егін еккен сияқты. Мақты егеді, содан оны жинайды, оны өңдейді, үйтіп шығарған жерін бәрін ол мысалға құқық қорғау органдарының құзырына тез түседі. Ал егерде мынау химикат болса, ол жай ғана кішкентай квартирада химикалық қоспаларды алады да, отырып таблетка ретінде шығара салады. Өте бір жағынан қолайлы, екінші жағынан жаңағы дүниені жан жақтан алып, тез дайындауға болады, көзге түспей. Сол үшін ол жаңа бізде
химикат кеңінен тарап отыр. Но соны қолданып отқан біздің жастар, жалғыз жастар емес, үлкен азаматтар да бар ішінде. Соның жаңағы химикалық дүниенің қаншалықты адамның жаңағы денсаулығына қатер екенін түсінбейміз де. Сол түсінбеушіліктен біз мысалға бүгінгі таңда сол жаңағы химикалық қоспаны ауызға салып, жұтат, біраз уақыттан кейін жаңағы әсерін береді. Бізде арақ ішеді, арақ ішкесін ол жаңағы біраз уақыттан кейін әсерін береді ғой. Но сол сияқты жұтат, біраз уақыттан кейін әсерін береді. Бірақ оны жаңағы сол әсерді сезінгеннен кейін жаңағы бізде айтады ғой, нафсыңды тый деп. Соған жаңағы соны тимай келесі жолы тағы да соны қолданады, сөйтіп содан уақыт келе жаңағы химикалық дүние адамның организмін тәуелділікке тартады да, содан адам одан тәуелді болады. Мысалы, қазіргі біздің осы Шымкент қаласындағы таралу аймағы, таралу қарқыны қандай? Шымкент аумағында мысалға біз жылына 2023 жылы 150 килограммға жуық мефедрон өнімін тәркіленді. Былтырғыда жылдар сол 150 килограммға жуық мефедрон тәркіленді. Биылғы таңда қазіргі күнге 18,5 килограмм. Ол енді 150 килограммыз дегеніміз, былай қарап тұрсаңыз, 1 грамм. 1 грамм болғанда 1,5 миллион доза бола ма, сонда бөліп қарасаңыз. Сонда міне аумағын бұл біз құқық қорғау органдар тәркіленген. Ал тәркіленбеген қанша, оны мысалға қазіргі таңда ешқандай эксперт айта алмайды. Қанша тәркіленген. Тәркіленген бізде статистика бар. Ал тәркіленбеген статистика ол деген енді қиындық туғызып отыр анықтау үшін. Мефедронның мысалы орташа жаңағы бағасы, жаңағы ауыр наркотик, героиндерден айырмашылығы қандай? Бұны жаңағы алу жолы өте оңай. Мысалы героинді сіз интернетке кіріп, мен героин алам деп аламайсыз. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес. Өйткені ол жерде енді жаңағы табиғи дүние дегендей, мысалға бізде базарға барып еттердің түрлері көп қой, былай қарасаң. Бірақ қайсы таза ет екен сіз білмейсіз, көзге көрінгенді аласыз. Мефедрон сол сияқты тиімді базарға барып алған сияқты. Ал нағыз мысалға жаңағы кей ресторандарға барсаңыз, жаңағы ангустың Австралияда аяғы салбырап тұрған бұзаудың еті дейді, бағасы мысалға мынандай. Мысалы салыстырып қарайтын болсам. Бірақ енді ол етті әркім барып алып жей алмайды ғой. Бір жағынан жаңағы бағасы бар, екінші жағынан оны әр базарда ондай ет сатылмайды. Сонда қарап тұрсаңыз, героинді алу жолы ол оңай емес. Өйткені заңда біледі, героин ол қылмыс, оны сату қылмыс, оның бағасы да жауапкершілігі ауыр. Ал мефедрон қолжетімді. Түсінікті. Сондықтан да оның таралу аумағы кең. Таралу аумағы өте кең. Біз енді жаңағы сізге сұхбат береміз деген кезде біз енді құқық қорғау органдары бөлмей бәріміз күресіп отырмыз ғой. Бірақ бүгінгі таңда осы проблеманы тереңнен үгіліп, қалай соны өзгерту мақсатында біз қалалық прокуратура өзіміздің өндірісімізге қылмыстық істі алып, соны басынан аяғына дейін жектеп, түп-түбіне жетіп, бүгінгі таңда Қазақстан бойынша сол қылмыспен күресудің жаңа тәсілдерін енгізіп жатқан жайымыз бар. Ғабеке, мен бірінші осы мефедрон туралы білеміз ғой. Мынау жаңа жастарымыздың тәуелділікке ұшырап жатқан, ол жастарымыздың қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыздың барлығы демей қойын, көбісі осы дертке шалдыққан көріп жүрміз. Қалай күресерімізді білмей жүрміз.
мен бірінші естіген кезде, сізбен жолыққан кезінде, осы мефедронға қатысты қылмыстық істі сіз жеке бақылауыңызға алып, осыны өзінің шыққан апанына дейін жетті деген ақпарат келген бізге. Осы қалай болды, соны айтып берсеңіз. Қалай қылмыстық іс, қалай қозғалды, қалай ашылды, қалай сіздер оны тергедіңіздер? Мен жаңағы сол постының астында жаздым, оны жаңағы мен жағымпаздық деп ойламаймын, өйткені бұл нағыз жанкештілік деп ойлаймын. Бұған дейін мен өз басым Қазақстанда, мысалы құқық қорғау органдарымен біз қоян қолтық араласып жұмыс істейміз ғой. Қазақстанда меніңше енді қателесуім мүмкін, бірінші осы Шымкент қаласының прокуратурасы осы қылмыстық іспен түбегейлі айналысып ашты деген мәліметті естіген едік. Осы рас па? Бұл сіздің айтып отқан әңгімеңіз жай ғана әңгіме емес. Бүгінгі таңда біздің қылмыстық іс шеңберінде басқа өңірлердің бәрі келіп, сол қылмыстық істі қалай тергейді, тәсілдері қалай, оны ары қарай қуалап жолын ашу қалай екенін зерделеп, танысып, бүгінгі таңда үлкен жетістіктер басқа да өңірлер беріп отыр. Ең басында біз бастағанбыз. Бастаған кезде бізге оңай болған жоқ. Өйткені белгісіз затпен айналысып, ақырын жігі-жігімен соның проблемасын түсініп, оның құрылысын түсініп, сол құрылыспен қалай күресу керек, қалай шектеу қою керек тәсілдерін біз енді Қазақстан бойынша енгізіліп отыр. Бәрекелді. Сондықтан бұл жерде жалғыз прокуратураның еңбегі емес, ол жерде бізде тергеу тобы болды, үлкен тергеу тобы. Ол жерде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің республикалық өкілдері, Ішкі істер министрлігінің өкілдері, және экономикаға қарсы күрес қимыл агенттігінің өкілдері, республикалық өкілдері сол топқа кіре отырып, одан бөлек халықаралық деңгейдегі осы проблемамен күресетін орталықтар бар. Солармен қарым-қатынас нығайта отырып, сол осы тәсілдерді бүгінгі қазіргі таңда жаңа тәсілдерді біз қолға алып, қазіргі таңда енгізіп отырмыз. Мен естіген, бізге жеткен мәлімет бойынша, осы жолғы мефедронның жаңа қылмыстық істің шеңберінде қаралып жатқан құны 70 миллион деді ма, долларға жақын дейді. Ол енді қазіргі таңда біз қылмыстық істі аяқтап сотқа дайындап отырмыз ғой. Қысқаша жай өз сөзіммен айтайын мен. Бұл біз қалай бастадық? Жай азамат ретінде, қазір бәріміз білеміз ғой, интернетке, телеграм каналға кіресің, ана жерде ашық түрде ашасың, кіресің, саған карточка береді, сол карточкаға ақшаны аударасың, аударғаннан кейін саған алады да мынандай геолокация береді, сол точкаға барасың да, сол точкадан керек мефіңді аласың. Сонда бұлай қарасаң, бүгінгі таңда бізде өздеріңіз ақпараттан да көріп отырсыздар, закладкаға келген кезде закладқа қойған адам ұсталады. Сонда закладчик деп қазір понятие берді, закладчик деп. Қазіргі таңда мысалға біз бірталай жас буынды азаматтарды қылмыстық жауапқа тартып соттап отырмыз. Оны қазір депутаттар да көздеп отыр. Оның жалпы қылмыстың бөлектеп, закладчик деп бөлек шығару керек деген мәселеге дейін көтеріліп отыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Сонда қарап тұрсаң, ана баланы ұстадық, жауап аласың. Ол кім оған ақша төлеп соған жұмсап отқанын білмейді.
ол көрмеген. Неге? Себебі ол интернетке жұмыс іздеп кіреді, соны айтады. Осынша 10 мың теңге, условно айтқанда 10 мың теңге саған күніне дейді, сен мынандай заттарды анда жерге апарасың дейді. Ол жаңағы переписка арқылы байланысады, карточкасын береді, ақшасын түседі, ол жаңағы жұмыс жасайды. Ертең ол бала ұсталады, сотталады, оның орнына екіншісі келеді. Ол сотталады, үшіншісі келеді. Ол сотталады, төртіншісі келеді. Ол тоқтамайды. Бұл жаңағы орындаушы, былай қарасын. Ал енді ең бастысы жаңағы біз енді қалай айтып отырмын ғой, біз күресті бастаған. Біз жаңағы ең басты қызық болып тұр ғой. Ақша төледік. Ақша төледік, ана жерде аласың деді мысалға. Сосын біз жаңағы ол зат бізге қажет жоқ қой. Бізге қылмыстың құрамы қалай ол жасалады. Сонымен жаңағы ақшаны ары қарай қайда баратынын зерделедік. Ақша түсті. Ол ақша мына карточка счетқа түсті. Ол карточка счеттан мына карточка счетты. Ол карточкадан мына карточка, сосын мына карточка счетты. Криптовалютаға айналды. Қазақстан сыртына кетті. Криптовалютаға айналып Қазақстан сыртына кеткеннен кейін кім алып жатқанын оны білмейсіз. Қазір криптовалюта білесіз ғой қалай? Білемін. Сонда қарап тұрсақ, ақшаны қуаласақ, бұның тамырлары жаңағы сырттан келген ғой бізге. Сыртта жаңағы үлкен функциялармен бөлген топ бар мысалы. Біреуі жұмысқа қабылдауға жауап береді. Ол сол жұмысқа қабылдау мәселесін ғана біледі. Екіншісі жаңағы ақшаны айландырып, тазалап, шығаруға жауап береді. Ол мысалы мына жұмыс кім қабылдап отыр, кім істеп отыр білмейді. Бөлек-бөлек жүрсіз. Үшіншісі жаңағы дайындайды анау. Химиктер дейді ғой жаңағы дайындайды. Олар да жұмысқа қабылдайды. Бұрын біз ойлайтынбыз, оған жаңағы бір білім керек шығар деп. Былай қарап тұрсаң, өздері алады, оқытады, үйретеді. Мынаны саласың, мынаны саласың. Жаңағы лаборатория сияқты. Бір лабораторияны ұстасаң, бір сағаттың ішінде спящий ячейка дейді ғой, екіншісі ашылады. Бір сағат па, 2 сағатқа кедергі. Енді сондай ауқыммен жаңағы біздің Қазақстанға кіріп істеп атқанды көрген, біздің Қазақстанның, біз енді қазақтар өте креативный дейді ғой, қанымыз таза оның. Олар көреді, сондай схеманы бізде де ашады. Сонда қарап тұрсаңыз, бұл жерде интернет арқылы мефедрон тарататын бірақ қана топ емес, бірнеше. Бизнес сияқты мысалы. Сіз аяқ киім сатып отқаныңызды мен көремін де, мынау аяқ киімнен жақсы табады екен деп, мен де сол жолға тұрамын. Сосын анау көреді, мынау тұрады, сол сияқты. Сонда қарап тұрсаңыз, сол тәсілмен күресудің ең бастысы қаражатты жібермеу ғой бізге. Мысалға рынокта қалай? Зат сатасыз, ақшасын алмасаңыз сіз өзіңіз тоқтайсыз ғой сатқаныңыз. Сондай біз тәсіл енгізу үшін затты сататын кезде тосқауыл қойып ақшаны сыртқа жібермеу. Қалай? Мысалға менде қазір қызметкерлер, тергеудің тәсілінің негізінде, мысалы қызметкерлер көреді жаңағындай сайтта нететін, наркотик сататын, заказ береді, карточка номерін береді. Карточка номер бергеннен кейін сол карточка, мысалы Қырғызстанның немесе Өзбекстанның карточкасы дейік мысалы. Карточканы көргенде мен аламда санкция беремін де, Қазақстанның мына карточкаға бірде-бір тиын жолданбасын деп санкция беріп банктарға жіберіп отыр. Жаңа тәсіл енгізіп отыр. Күресудің бір жолы. Бір жолы. Яғни ол жаңағы шетелден ол кім екенін білмейді ғой. Бірақ карточкасы тұр, ол ақшаға сіздер ол карточкаға жаңағы ақша салдырмайсыздар. Ақша салдырмайсыз. Ал енді ол жерде қараңыз, ол карточкада, ол өзінің карточка емес.
ол жаңағы жұмысқа алған сияқты, мысалға сіз жұмыссыз айтады, ол жаңағы дроппер деп қазір мағына кіргізіп отыр ғой. Сізге айтады, бір 3-4 карточка ашасыз сіз өз атыңыздан. Сізге жаңағы 5-10 теңгеңізді береді да, сіздің карточкаңызды алады да, олар өздері пайдаланады. Сол жерде пайданы сіз білмейсіз, жүрсіз. Ана жерде жүріп жатыр. Ал ертең мысалы біз ана карточкаға қоямыз оны мысалы, бұғаттау. Сіздің карточкаңыз. Сіз келесіз мысалы. Мен карточкамды сіз бұғаттадыңыз дейді. Мен сізге сұрақ қойдым. Жақсы, бұғаттадым сіздің карточкаңыз. Бірақ неге мына сіздің карточкаңыз наркотик сататын магазин біз тапсырыс берсек, осы карточканы беріп отыр. Бірінші түсіндіріп айта аласыз ба? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Мына ақша егерде ішінде жатқан, ол ішінде басқа да ақша жатуы мүмкін ғой. Ішінде жатқан ақша сіз қайдан алғаныңызды бізге дәлелдеп бере аласыз ба? Сол сіздің ақшаңыз екен. Или үшінші сұрақ қойымыз, жоқ сіз соған қатысыңыз бар ма? Мен үш сұрақпен тоқтайды. Біз жаңа жастарды қырып, соттағаннан кейін ақшаны алып өкіметке ала берсек, сатушы ақшасын аламайтын болса, өздерін өзі қойып, қолды көрсетеді. Енді әрине ол жаңа басқа тәсілдердің жолын ойластырады, іздестіреді. Бірақ бізде соған дайын болып, жаңа тәсілге де қазірден бастап жаңағы өзіміздің білімімізді арттырып отырмыз ғой. Осы қазіргі жаңағы сіздердің қылмыстық істі сотқа дайындап отқан қылмыс бойынша осының түбі Ресейден шықты деп естідік біз. Бұл жерде енді бізге Қазақстанға біз енді орыс тілдес мемлекеттердің қатары болғаннан кейін бізге қылмыстың көп жаңағы схемалары нелері кіретін, ол Россия мен Украина. Ол жақта енді дамыған, біздің орыс тілдес болғаннан кейін бізге қылмыстардың көбісі сол жақтан келеді. Қазіргі таңда Белоруссияда біз сияқты жаңағы біраз қылмыстардың несі болып отыр. Біз олармен келісім шартымыз бар. Белоруссиямен біздің Қазақстанның карточкаларын қолданып, олардың азаматтарын алаяқтықпен, немен қылмыстың құрбандары болып отыр. Олардың азаматтары. Оларды енді біз көбісі бізде енді менталитет тез ақша тауыпсақ деген оймен сенгіш болып айырылып отырмыз ғой біз алаяқтық жолында. Ал мынау есірткі жолында бір кеште бір көңіл көтерем деп оймен нафсымызды тимей алып қолданып, содан соның құрбандары болып отырмыз. Мысалы осы мефедронды қазір қолдану көбінесе жастар деп отыр. Оларды қолданатын адамдардың жастары тек қана жастар ғана қолдана ма, әлде егде адамдар да қолдана береді ма? Жалпы енді оны тек қана жастар қолданады, тек қана жаңағы осындай жастағылар қолданады деп бөлуге болмайды. Оны жаңағы интернетпен заказ беріп алатын әр жастағын бәрі қолдана береді. Но бізде қазір білесіз ғой, біздің жас кезімізде телефонмен сөйлескен кезде проводной телефон болатын. Ол кезде ойласақ ойымызға кірмейтін, өтіп проводсыз байланысып сөйлесеміз деген бізде ойымызда жоқ болды. Сонда қарап тұрсаңыз, сол дәуірден жоғары кеткен көбісі телефонмен онша пайдаланамайды. Бірақ оның арасында үйреніп алғандар да бар. Үйреніп алғандар, мысалы сонда қарап тұрсаңыз, гаджет қой, телефон гаджет. Соны керемет игерген адамдар, солар алады да соны пайдаланады. Ал енді бұның қалай тараған жолын мен сізге айтайын. Мысалға, көшеде кетіп баратсаңыздар, неше түрлі бүйтіп қара, көк краскамен печаттар тұрады, граффити.
Оны былай қарайсың да кейде QR кодтар тұрады. Даже анау бізде кинотеатрдың ішіндегі туалетте қойып қойған. Соны келіп, анау көресің да, кіріп көресің, не білен ол сайтта екен деп, стенада тұрған. Қызық қой. Соны сайтқа кіресің, кірсең, қарасаң, ана жерде реклама. Наркотикті сататын сайттың рекламасы. Сіз көрдіңіз, құрсын дейсіз, мысалы, құрсын дейсіз да, шығып кеттіңіз ол сайттан. Ол кезде, ана сайтқа кірген кезде, оларда искусственный интеллект қосылады. Сіздің телефоныңыз бір рет кірдіңіз оған, бітті. Сізге адам отырмайды, искусственный интеллект қайта ананы жібереді, мынаны жібереді, неше түрлі қызықтыруымен сізді жаңағы неге тартады. Тартқаннан күндерінде сіз көресіз, мынау не көрейінші дейсіз. 2000 шығар, 2000 қайда қалмаған 2000 дейсіз. Кіресіз. Кіресіз де жаңағы заказ алып, қызық үшін көресіз. Қызық үшін көресіз. Ой, кереметті, өсі, 5000-ға арақ ішкенше, одан да мынаны жұтасап жүре бермеймін бе деп, мысалға, кішкене ой келеді деген. Бұлай, психология тұрды айтатын болса. Ал енді сол граффитиларды, мысалға, көшелерге тарқату керек қойында. Рекламаны. Көшелерге, жауғы жерлерге, анда-мында чалып, олар алады да жаңағы ақша төлейді. Бөлек служба, жаңағы, мынаны 10 нені жапсырып шықсаңыз, әр қайсысына, мысалға, қателеспесем 2000 мен 4000 теңгенің арасында ма ақша төлейді. Қараш, сізге мысалға жұмыс істеп жатсыз, кірдіңіз, айтады, мынау стеналарға жапсырып шық. Сенің айлығың мынандай. Жоқ, сол бір печатың мысалға сенің жаңағы 2000 теңге аласыз. Сіз мысалы капюшонды киесіз, бір түнде аласыз да, енді ол жерге байланысты. Егерде адам көп жүретін жер болса қымбатырақ, адам аз жүретін жер болса арзанырақ. Сіз аласыз да бір түнде кіресіз да, шақ дейсіз, чүк сүйреткен түсіресіз, лақтырасыз, сізге алады да нені ақшаңызды береді. Кім беріп атқан сіз білмейсіз ақша. Мұрныңызды балта шапқан жоқ қой. Бір түнде бардыңыз да 10 нені қойдыңыз, 40 мың тауып алдыңыз. Қарайсыз, мен қылмыс жасаған жоқпын, мен бардым. Пешатты стенаға қойып шықтым. Не істедім мен деп сіз өз-өзіңізді жаңағы самоуспокоение еді ғой, былай самау. Қарап тұрсаңыз, сол сәтте сіз жаңағы печать қойып отқан кезде біздің болашақ ұрпаққа балта шауып отырсыз, бірақ оны сіз түсініп қылмысты сізде басталу жолына сіз себепкер боласыз. Ал біз қазір онымен қалай күресіп отырмыз? Бізде мысалы қазір коммуналдық службалар бар. Олар жаңағы 4000-нан жуық адам сол коммуналдық службада істейді. Олар жаңағы көшеде таңертең ерте таңғы 5-те ме 6-та ма бастайды да көшенің тазалауымен айналысады. Біз жаңағы әкімшілікпен бәрімен келісіп, олармен келісімге отырып, олардың функционалына міндеттедік. Көрдің, сүресің, милицияға бересің, қай жерде не болып жатқанын білу үшін. Оны кім жапсырғанын ары қарай іздеу үшін. Сосын аласында сразу өшіресің. Сонда қараңыз. Аналар ақша төлеп жапсыртады. Біз бесплатно оны алып өшіреді. Тиімділігі болады ғой. Тиімділігі болады. Нәтиже бермейді ақша төлеген. Басында біз соны білген кезде, біз басында солай жасайтын едік қой. А біз оны білген жоқ, біз тергеп, қалай ол адамдар бәрі қалай оған жаңағы кіре береді деп. Сол кезде терең зерделеп қарағанда, содан басталады. Қызықшылықпен кіреді, бірақ кіріп әдей алайын демейді. Бірақ сол кезде искусственный интеллект кіреді да, адамды қалай соған кіріп кеткенін түсінбей қалады. Осы қылмыстық істе қазір қанша адам фигурант? Қазіргі таңда бұл қылмыстық іс бойынша қамауда отырған 30-ға жуық адамды біз қамадық. Ол жаңағы ұйымдастырушылар бар, енді басшы құрам деп айтсақ болады қазақша жалпақ тілмен. Ал енді оның астындағылардың бәрін енді қамап қырып тастаған тоже болмайды шығар. Бізбен жаңағы
көмектесіп, проблеманы айтып, қалай не болып жатқан бәрін жасап жатқандар бар. Одан бөлек ол жаңа қазір екінші проблема, біз жаңа тарқатушылармен күресіп жатырмыз ғой. Енді тұтынушылар бар ғой. Тұтынушыларда мысалға олармен ешкім жұмыс жасап жатқан жоқ. Оларды ешкім учетқа қойып жатқан жоқ. Бізде мысалға наркозависимый деген учет бар. Жаңа бір передозировка, бірдеңке-сірдеңкемен түскендерді алады учетқа қойды. Ал бір рет, екі рет қолданғандар, үш рет қолданғандар, оларды уже жаңағы жұмыс жасау керек олармен, чтобы ары қарай тоқтату үшін. Бізде мысалға мына қылмыстық ісіміз бойынша жаңағы потребительдердің несі бар, тізімі бар, оған кішкене қазір қолымыз жетпей жатыр, мына қылмысты бір жағынан шығарасың. Келешекте бізде жаңағы екінші бөлікпен сол тұтынушылармен жұмыс жасауды көздеп отырмыз. Кеше ғана жаңа жиналыс өткіздім, бізде мысалға белсенді жастар бар, көп қой бізде қазір. Сол мүмкін біз жаңағы анау сайттар бар ғой, мысалы, құрылған сайт. Может, бізде солар сияқты сайт құрамыз да, сосын кейін сол сайтқа обращаться еткендер, жаңағы біз реклама жасамыз ғой, просто сайт ашқымыз. Соған обращаться етсе, мысалы, біреу жазса, кім екенін анықтап, жаңағы телефон номерімен. Сонымен барып, мысалы, ол ата-анасы білмей шығар, ол бала шығар. Үйіне участковый барып, сен мынандай сайтқа, ол біздің сайт қой, мына сайтқа жаңа наркотик алайын деген ниетпен хабарластың деп ата-анасын шырылдатқанда ата-анасы ашады ғой. Кім балам. Соны алып, мысалы, жетектеп алып барып, анализ тапсырып, жаңа больницаға сені былай тіркеп қоямыз деп бүйтіп жазып қойсақ, мысалға, ол да профилактика ғой. Чем оны жаңағы ұстап алып соттағаннан гөрі. Біз қазір осы қылмыстық істің зерделеп келе аясында осындай да бір жаңа жұмыстың түр-түрі, ана басында жаңа мен сізге граффитиді өшіру жолы, ол бір бөлек жұмыс. Жаңа ақшаны бұғаттау, ол бөлек жұмыс. Енді ол қылмыспен күресу, ол өзімен өзі қалады оны ешкім етіп. Бірақ тәсілдер, жаңа тәсілдер. Енді жаңа тұтынушылармен де жұмыс жасау бір бөлек, бізде енді сондай неміз бар, ой көзқарасымыз бар, оны да біз іске асырамыз. Бәрекелді. Сонда қарап тұрсаңыз, біз ана проблеманы төбінен бастап, зерделеп, сол жерде қылмыс жасап жүрген адамдармен жаңағы тергеу кезінде оларға да давай жаңағы бізде қазір процессуальный соглашение деген бар, кішкене жеңілдік береміз, сен көмектессең, бізде саған көмектесеміз деген, ол заңның аясында көзделген, белгіленген. Өкінішке орай енді оны қазір көп қолданбайды ғой. Мысалы шетелдік киноларды алсаң, ана қылмыскерді, ақылды қылмыскерді ұстап алады да, өздеріне жұмыс жасатып қояды. Кәдімгі жұмыс қалады да, ол жаңағы жалақы төлеп, ол қылмыс емес, нар жақта жұмыс жасайды. Енді сол сияқты бізде жаңағы тәсілдерді қолдана отырып, ақпараттарды алып, осы проблемаларды зерделеп, қазір нелерді нетіп отырмыз ғой. Жаңа тәсілдерді енгізіп отырмыз. Мынау сөз бар ғой, орысша айтқанда, біреудің жағдайы, мынау бір кәсіп ашып, немесе жаңа оңай ақша тапса, айтады ғой, жаңа даже наркотики не надо продавать деп. Шынымен сондай екен ғой. Мынандай схема құрғаннан кейін, ол әр саласы не істеп жатқан өздері тек қана бір салаға ғана жауап беретін болғаннан кейін, ол қылмыстың ашылуы барған сайын қиындай береді. Бірақ соның түбіне жету, ол енді үлкен еңбек деп ойлаймын мен. Егер іс сотқа өтіп жатса қазір, біз тек қана жаңа қылмыстық істің қалай өтіп жатқан сырттай бақылап қоймай, осыны халыққа көрсетсек, халық көрсе осыны, және ары қарай өздері көріп отқан адамдар өздері іштей шешім қабылдайды ғой. Мен мысалы қазір осы қылмыстық іс сотқа жолданды. Осы жаңағы енді сот үкім шығарып, Ғабеке, мен білгім келген, осы қылмыс тыйылу үшін жаза қандай болу керек? Енді бұлай қарап тұрсаңыз, халықаралық тәжірибені алсақ, мысалға Қытайда жаңағы
өлім жазасы бар. Олар өлім жазасын қолданып осы күнге дейін мысалға бүткіл жаңағы ұйымдар жаңағы өлім жазасын қолдануға қарсы болса да, көп жерлерде моратория береді, не береді, өлім жазасын қолданбайды. Бізде де мысалға өлім жазасы емес, жаңағы пожизненное лишение свободы. Ал Қытайда өлім жазасын қолданады. Бірақ ол түбегейлі мәселені шешіп жатқан жоқ қой. Жазамен мәселе шешіліп жатқан жоқ. Яғни жаза ол жаңағы егерде ол өзінің кінәсін түсініп, мойындап тұрса, жаза тағайындаса, ол жаңағы түзеліп шығады деп айтуға болады. Ал бүгінгі таңда құр жазамен мысалы ананы күшейтеміз, ананы нығайтамыз. Кезінде мысалға осы наркотик бойынша да біз жазаны көбейтті. Біз депутаттар заң қабылдады, жазаны көбейтті. Қазіргі таңда қаншама біздің жаңағы закладчик сияқты жастарымыз 10 жыл, 12 жылға сотталып отыр. Қазір енді қайтадан қарап отыр, олардың рөлін былай бөлік деп, сол заңның ішінде. Жазаны кішкене төмендетейік, әйтпесе қазір бәрін қырып саламыз ғой деген сияқты сондай ұғым. Сондықтан меніңше бұны мүлдем тию үшін біз жаңағы өзіміздің сана ойымызды, сана сезімімізді өзгертуіміз керек. Кішкентайдан бастап балалардан, мектептен бастауымыз, садиктан бастауымыз керек жұмыстарды. Бізде мысалға, егерде сіз оқысаңыз, біздің бас прокурорымыз өзінің жаңағы твиттерінде жазған немен шықты, ұсыныспен шықты. Бізде мысалға құқық қорғау органында зейнетке қанша әр жаста шығады, 45 жастан бастап званиясына байланысты. Майор, подполковник, полковник, 55 жаста пенсияға шығады, 60 жасқа. Сонда қарап тұрсаңыз, 30 жылдық тәуелсіздігіміз кезінше қаншама мысалға заңгерлер бар. Біреусі может фирмада істейді, біреусі адвокат болып жүр, не болып жүр. Но олардың бәрі осы мемлекетте қызмет істеп, погон таққан азаматтар ғой. Енді бас прокурорымыз неге білім министрлігіне ұсыныс берді. Мына әр мектепте кішкентай жастан бастап құқықтану, тәрбиелік маңызы бар сабақтар өткізіп, сол сабаққа құқық қорғау органдарының зейнеткерлерін жұмылдыру. Сен барып сабағыңды бересің, сен стажың бар, қаншама қылмыскерді ұстадың, қанша істі тергедің, зерделедің, білімің, багажың бар. Қазір енді сен былай қарасаң, пенсияға шықтың, ешкімге керек емес сияқтысың ғой былай қарасаң. А қазір мысалы олардың бәрін, мына балаларға тәрбиені жұмылдыру давай дейсің, мысалы қанша мектеп бар, сонша мектепке жететіндей бізде зейнеттегі жалғыз прокуратура, ішкі істер министрлігі бар, жаңағы сыбайлас жемқорлығы бар, анау сол пенсионерлердің бәрін ана жаққа жұмылдыратын болса, сондай көп өзгерістерді біз тәрбиелік маңызы бар әрекетке кіргізуіміз керек. Мен мысалға былтыр саяхаттап шетелге шыққан кезде жолдасым, Швейцарияда тұратын жолдасым бар. Соған қонаққа барып, соның ол екеуміз тауларын көрсетуге екеуміз барып, канат кісімен шығып, біздегі Шымбұлақ сияқты. Барып қарасақ, кішкентай балалар шаңғы теуіп жүр, мынандай балалар. Соны сұраймын, мынау не деп, соны ана жерде местный біреуден сұрап отырмыз, мынау что-то кішкентайлар көп қойса, бұл оқушылар ғой дейді. Оказывается, мектептің программасында оқушыны, мысалы, 4-ші класс па, 5-ші класс па, сол класста шаңға тұрғызуға үйретеді. Тауға апарып, шаңға теуге үйретеді. Ол жерде енді ең біріншісі, біз дейді, Монбланк тауымыз бар, шаңғыны бірінші ойлап тапқанбыз, біздің қанымызда бар, әр швейцарец нені игеру керек дейді, шаңғыны игеру керек дейді. Ол бірінші тәрбиелік маңызы бар, дух беретін іс-әрекет. Екіншісі, мысалы, бәрі мысалы барып шаңғы теумайды, ол қымбат, ол арзан дүние емес. Бірақ мектеп кезінде ол бәрі көреді, бәрі үйренеді.
соның ішінде келешекте соны ұнап ары қарай хобби қылып жалғастыратын олар сол жердегі бизнесқа клиент болады. Сонда қандай терең саясатшы. Сонда мыналарға дух беріп отыр, екіншіде ана кәсіпкерлерге клиент беріп отыр. Мен кәсіпкер, ертең мына бала өседі. Мына жерге келеді. Әрине мен мектептің оқушыларына айтамын, бесплатно үйреніңдер. Но түбінде олар кейін келеді осы жерге шаңғы. Бізде де бар ғой ханымыз атқаны, ибадрым қапыр үйретті. Сол сияқты біз шақтар жасауымыз керек. Ақабеке, яғни тек қана жаңағы жазалаумен, бұл қылмысты тек қана жазалаумен біз тоқтата алмаймыз деп отырсыз. Тоқтата алмаймыз, жазалаумен тоқтата алмаймыз. Енді мынау қылмыстық кодекстағы белгіленген жазалар жаңағы әлемдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, ешқай жері кем емес. Бірақ біздің қателігіміз, жақсы заңды аламыз, саламыз, бірақ сол жақтың сана сезімі мен біздің сана сезімі былай. Екі түрлі болып тұр да. Бірақ сол үшін ол істемейді. Мысалға біз бір заң қабылдап жатқан кезде айтып, коррупционный риски дейміз. Заң әлі қабылдаған жоқ. Коррупционный рискісін біз тексеруіміз керек дейміз. То есть біз заңды қабылдамай жатып, уже коррупцияны ойлап отырмыз да. Ол қалай сосын кейін ол жұмыс жасайды олса. Неге біз коррупционный риск ойлауымыз керек? Дұрыс айтасыз. Мен сізбен толық келісемін. Ол шетелдіктен коррупционный риск десең, бір риск болды. Неге олай үйтіп жасайды? Өйткені оларда ой жоқ ондай. А бізде коррупционный рискті ойлап кетеміз. Мынау жай ғана мысал. Заң қабылдамай жатып, коррупционный рискілер бар деп біз әңгіме айтамыз. Оны қабылдап көрген жоқ біз әлі. Бәрібір мен өзімнің пікірім, мынау жаңа закладчиктер, мынау тасымалдаушыларды оларға қатысты жаңа жазаны жеңілдетілгеніне мен қосыламын. Бірақ осының басында тұрған мынау олар адам емес, мен өзім ойлаймын, олар адам емес деп. Жаңағы ақша табу үшін адамдар қаншама халықтың денсаулығына олар не келтіреді, зиян келтіреді. Оларға қатысты өлім жазасы болған мен дұрыс деп, ол менің пікірім, дұрыс деп ойлаймын. Егер біз, мысалы Қытайда өзіңіз айтып отырсыз, жаңа 1,5 миллиард халық бар, Қытайда егер сол өлім жазасы болмаса, ол халықтың қалай жаңа бақылап отыр? Қытай туралы айтайын. Мысалы, Пекинді алайық, Пекинді. Пекинге барсаңыз, сіз өзіңіздің төл құжатыңызсыз көшеде, біз Қазақстандағы сияқты, Европа сияқты емін еркін жүре алмайсыз. Әрбір жаңағы бір шақырымға 500 метрде тоқтатады, сіздің паспортыңызды тексереді. Паспортыңыз болмаса, музей, мынауларға кіре алмайсыз. Музейге кіргенде де паспортыңды тексересің, паспортыңды тексереді. Паспортқа бізде мысалы Совет үкіметі СССР кезінде де паспортты тастамай жүретіміз ғой, құжатты. Сол сияқты ол жерде өте қатаң қарайды. Тіркелген күннен бастап паспортың көрді, мына жерде көрді, ана жерде көрді, уже сен бақылаудасың. Түсінікті. Ол енді сондықтан олар жаңағы қаншама миллиард адамдарын ұстап отыр ғой, қатты күшейтілген тәртіппен. Бізде қазір қарасаң, жаңағы кейде гаишниктер патруль полиция тоқтатса, оған секіреді ғой бізде. А сен Америкада соларға секіріп сөйлесіп көр, сол жерде атып тастайды сені. Оныңыз рас. Сол жерде сені атып тастайды да, ол жаңағы прав болып шығады. Қолыңды көрсетесің бірінші, көтересің, шығасың. А бізде алатта бас сал анаумен дейді. Ол жерде де мысалы қатаң тәртіп. Түсінікті. Ғабеке, мынау алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Осындай қылмыстарды ашуда шаршамаңыз. Рахмет. Сұхбат жақсы өтті деп ойлаймын. Келешекте сұрақтарыңыз болса, әрдайым жауап беруге дайынбыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі мынау сұхбатымыз осымен аяқталды. Мен ойлаймын, бұл сұхбаттан біздің қоғам өзіне сабақ алады деп.
көріскенше сау болыңыздар.